Жарқынай Қанайым Димаш Құдайбергенге тұрмысқа шығу туралы ойын бөлісті. Танымал әнші, актриса Жарқынай Қанайым оқырман қауымды толғандырған сұраққа жауап берді. Бұл туралы Станкезет ақпарат агенттігі хабарлайды. Желі қолданушылары Жарқынайдан Димаш Құдайбергенге тұрмысқа шығуға қатысты ойын білмек болды. Олар қос әртістен өте жарасымды жұп шығатынын айтқан. Теңеуіңізге рахмет әрине, бірақ өнер адамын ешқашан таңдамас едім. Маған тұрақты, тек менікі болатын, кадр сыртында жүретін, камераны ұнатпайтын, балалармен әуре болып, өзінің кәсібімен миы ашып, ыржың-тыржыңға уақыты жоқ жігітті армандаушы едім деп жазды актриса. Сонымен қатар актриса көңіл күйі түскенде неден жұбаныш табатынын айтты. Бүкіл эмоцияны сахнада шығарып аламын, сосын күліп жүремін. Түсінген адамға әр күн байлық, ғанибет. Оны мұңайып өткізуге болмайды. Депрессияға түсіп, уақыт құртқым келмейді. Ертеңді ойлап, бүгінді ойлап, қолдағы бақытты жоғалтқанда өкінгім келмейді. Өмір сынымен, мінімен тамаша деп, жан сырын ақтарды әнші.